Американың конгрессінде НАТОның Украин Ресейге жауапты лауазымды тұлғасы қызметін атқаратын америкалық әскери лауазымды тұлға қазіргі артиллериялық қару жағында Ресейдің ататын оғы Украинаның ататын оғымен салыстырғанда онда бір үлеске жетті. Бұдан ілгері Ресей 5 оқ атқанда Украина 1 оқ ататын. Енді қазір Украина 1 оқ атқанда Ресей 10 оқпен қайтарма жауап беріп жатыр деді. Дәл қазір Украинаның жағдайы қылдың үстінде тұр. Дәл осы қылдың үстінде тұрғанда Құдай өзі ой салды ма, жоқ Ресейді құтырып кетпесін деді ме, Трамп берейікші болды ақшаны, бірақ тегін қып, Құдай қып мәдеп бермей, қарыз қып берейік деп отыр. Яғни қол қойдырып, әйтеу күндердің бір күнде маған қайтармасаң балама, балама қайтармасам немереме қайтарасың деп қарызға болса да берейін деп отыр. Бұның өзі ілгерілеу. Бұның өзі ілгерілеу. Неге? Ол қарыз деп алғаннан кейін қашан қайтарылатыны бір мәселе. Кем дегенде Ресей соғыста жеңілсе, оның мұздатылған ақшалары батыстың қолында тұр. Осы ақшалардан ұстап қалуы да мүмкін. Демек, бермегеннен қарызға берген әлде қайда жақсы. Бұл өте жағымды жаңалық. Енді Лавров барғанда Қытайдың бүкіл медиасы деген жетәкелері келгендей, алыстан алты қырдың ар жағынан құдасы келгендей қарсы алды. Бірақ Лавровпен параллель Американың қазына министрі барды. Өзі бой 1,60 метр па, бір аласа кемпір бар. Аттар естеріңізде ме? Элен. Қазына министр. Ол мен білгенде ол да Джойд кемпір ғой деймін. Американың. Бүкіл ақшасы қолында тұр. Ол кемпірді сіз ойлап қалмаңыз, жай кемпір деп. Ол кемпіріңіз оңай кемпір емес. Оңай кемпір емес. Жер бетіндегі ең үлкен экономикалық тұлғаның ақшасын ұстап отырған кемпір. Ол барды. Көрдіңіз бе? Енді Қытайлар ол кемпірдің барғанын бір елеусіз қып, жай хабарлай салды. Лавров таспан құшырып айтып жатыр. Ол кемпір барды. Қытайдың Сычуанның ашты тамақтарын ресторанына барды. 100 жылдық ескі танымал ресторанға барып тамақ ішті. Онысын ақпаратта жариялады. Кантонға барып, Кантондағы бір 100 жылдың алдындағы ескі ресторанда қаздың ба үйректің тілінен жасалған бір салат жеді, онысын салды. Пекинге барып бірдеңе, бұл жаңа тамаққа тапсырыс береді ресторандарға. Кемпір бейне бір ашырқанып бір Қытайға барып бір ашты тұшты жейінші деп барған сияқты, кемпір осы жол барғанда Қытайдың өңкей ескі тарихи және ең қымбат ресторандарына барып, Қытайдың ең ескі және ең қымбат, жай халықтың қолы жете бермейтін қымбат тамақтарына тапсырыс беріп жеп, және онысын бүкіл елдің алдында ашық жариялап, шоу қылып дүрілдетіп жатыр. Қытайда тура сол кемпір бейне, бұл дүние жүзіндегі нөмір бірінші ақшаны ұстап отырған сол кемпір, жаңағы сол Қытайға бір тамақ жегелі барғандай, оның сол қай жерге барып, қандай сусын ішіп, ең соңында анау Пекиндегі мына өңкөй елшіліктер тұратын жаңағы бір кішкентай көше бар. Ол негізінен өзі Қызылшырақты регион десең де болады. Жаңағы 1,80 метр Қытайдың бүкіл сұлу қызы со жақта жүреді. Сұлу деп айтуға келмейді. Өңкей қысқа шайтанның бәрі со жақта жүреді. Шпион, шайтан бәрі жүреді. Өз жерде бір стақан сырағының өзі бірдеңке 100 юан. Ано баяғыда 2003-2005 жылдардың өзінде. Сол жерге барып кемпірің ана ескі sıрадан оны тағы ішеді. Кемпір көбіктетіп отырып ескі сыраны ішеді. Сол Қытай бейне сол кемпір сол Қытайдың небір ескі анау ескі заманнан қалған тарихи тамақтарын, тағамдарын жеуге келгендей Қытайдың бүкіл медиасы соны жазып жатыр. Бұл жерде не сыр жатыр? Мен мына тамақ туралы айтқанда қазақтарға айтайын. Қытай
жыбырлаған құрт құмырсқадан тартып оның жемейтін заты жоқ, білесіздер. Аузына салған құрттарының мына бір жағы аузының ішінде жыбырлап, құлағында жыбырлап тұра береді. Қытай жей береді оның бәрін, білесіздер. Жаңа қырықаяқ, сегіз аяқ құрт, өрмекші, тарақан, анау мынау шегіртке, мегіртке жей береді. Арапта шегіртке жейді ғой, бірақ Қытай енді одан сұмдық асырып жей береді. Теңіздің астындағы жыртқыш, мыртқыш, ит, мысық, қоян, тасбақа, шаян, оның жемейтіні жоқ Қытайдың. Әйтеуір жыбырлайтын зат болса, Қытайдың жемейтіні жоқ. Және бұл Қытайда Чин династиясы, Шүршіт династиясы кезінде Мән хан Даши дейтін нәрсені қалыптастырды, кітап қылып жазды. Бұл манчурлер, яғни Шүршіт Қытай үлкен дастарқаны. Шүршіт Қытай үлкен дастарқаны. Бұнда сол патшалық жүйеде бүкіл Қытайдың сол 30 өлкесіндегі тілі, нәсілі, тегі, әдеті, ғұрпы ұқсамайтын, сол өзін жалпы Қытай дейтін, бірақ бірімен бірі түсінбейтін сол халықтың бүкіл сол жейтін тамағының тізімдігі дайындау жолы жазылған. Бұл енді мысалы кулинари, немесе аспаздық өнер, немесе бір тағам тану, тағам өнерінде Қытайдың ұстайтын орны жоғары. Енді оны білесіздер. Шай өнерінде мысалы, Еуропада тамақ десе бірден еске не келеді? Франция келеді. Бүкіл дүние жүзінде жұрттың бәрі ортақ қабылдайтын бір тамақ не? Түріктің тамағы. Түріктерің әйтеу қақпыш қылып, жаңа кептіріп, етін тіліп әйтеу бірдеңе қылып, бір жағына күріш, бір жағына екі жапырақ шөп, бір жағына қақпыш етін беріп әйтеу тамақ деп түріктеріңде неше түрлі береді ғой. Біз етті жейіп, етті тіке жесек, олар етті орап, жасырып, бірдеңеге малып, бірдеңеге әйтеу жейді. Енді қазақтың тамағы қарапайым. Бірақ біздің қымыз өніміздің өзі бәленбай 100 түрлі, біздің сүттен алатын өніміміз түгенбай 100 түрлі, тек 600 түрлі сүт өнім бар дейме, 200 түрлі сүт өнім. Біздікі өз алдымызға көшпелі өнеріміз бар. Енді бұл Қытайың, енді Тоқаев жейтін жаңағы майға 2 мәрте қуырылған шошқанның саны деген бір ғана тамақ бар екен деп ойламаңыз. Ода сондай тамақтар бар жаңа. Үйректің ба қаздың тілінен салат жасайды десе, мысалы қазақ қойшы дейді, не салат? Помидор қияр салат деп ойлайды. Енді бұл жерде жаңағы Эллен, Американың қаржы министрінің бұның бәрін, және Қытайлар жаңа атын айтқан кезде Қытайлардың сілекейі ағып кетеді. Сондай тамақтарды неге жеп жатыр? Мынау Қытай дейтін халық, оның ең жақсы көретін бір тақырыбы бар, тамақ. Ең жақсы көретін бір тақырыбы бар, тамақ.